Қазіргі қоғамда адамға пайдасымен қоса зияны қатар тиетін заттар аз емес. Оларды бір-бірінен ажырату мүмкін емес. Әсіресе ас үй ханшайымдары ыдыс-аяқтарды таңдауда жаңылыспау керек. Оларға кеңес ретінде денсаулыққа зиян ыдыс-аяқтарды ұсынамыз. Бұл ыдыстардың денсаулыққа өте зиян екеніне қарамастан көптеп өндіріледі. Ұзын құлаққа сенсек, өндіруші мемлекеттердің өздері қолданбайды, тек шет елге шығарады. Ол бір қарағанда фарфор ыдысқа өте ұқсайды, бірақ фарфордан әлде қайда жеңілдігінің арқасында жылдам ажыратуға болады. Мұндай ыдыстарға ыстық сорпа немесе шырын қайнатқан кезде металл иондары бөлініп шығады. Металл ыдыстарға дайын тағамдарды сақтамауға кеңес береміз. Себебі иондар ыдыстағы тамаққа артынша организмге түсуі мүмкін. Сонымен қатар никель мен хром ионын бөліп шығару қаупі бар. Зерттеу нәтижесі бойынша алюминий ыдыс тұзбен ас содасымен әрекеттескен кезде химиялық қасиетін өзгертеді. Осыған байланысты алюминий ыдыста орамжапырақ, кесел, компот, бұқтырылған, қуырылған көкөністер пісіруге болмайды. Ыдысты жасаушы компаниялар бетіне оксидті жабынды қапталатынын айтады. Алайда алюминий иондары бұл жабынды қаншалықты төзімді екеніне қарамастан тамақтың ішіне түседі. Алюминий ағзаға көп мөлшерде жиналып, нәтижесінде созылмалы ауруға шалдықтырады. Оны күнделікті тұрмыста пайдаланған жағдайда тамақ арқылы адам ағзасына аллергия шақыратын никель түседі. Қазіргі кезде тұтынудағы ең көп қолданылатын ыдыс түрі осы пластмассадан жасалған ыдыстар. Олардың құрамындағы химиялық заттардың адам ағзасына зияны атом бомбасынан қауіптірек. Бір рет қана пайдалануға қолайлылығы үшін әлемде ең көп өндірілетін бұл ыдыстардың адам ағзасына тигізер зиянның сыртында олардың қоршаған ортаға жасайтын кері әсері жүздеген жылдарға жалғасады екен. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттар